айтамын мен өзіңнен асыл әнін, көңілдегі жасыл орманы. Әнші Абай Әбішевті сәби кезінде анасы қырқынан шыққанша 40 ит жейде кигізіп кітаптағы нұсқаулық бойынша өсірген. Ал Абайдың есімін атасы ол дүниеге келмей тұрып, құрсақта жатқан кезінде қойған екен. Анасы мектепте, әкесі мемлекеттік қызметте жұмыс істегендіктен, ата-анасын ұятқа қалдырмау үшін Абай қия баспайтын. Тәртіпті бала болып өскен. Кішкентай кезімде домбыра ойнағым келіп, домбыраны алдыртып, одан кейін оның шықырылысын білгім келіп, оны шағып, сындырып стап, сондай қылықтар болған. Үйге бір электр құралғылар болады ғой, енді шай қайнатқыш деген сияқты, я болмаса бір электр тәсілмен жұмыс істейтін құралдардың бәрін соның ішін ашып тастайды екен, қалай жұмыс істейтін қызығып. Сондай нәрселер. Соңғы мынандай кішкентай домбыра бар, оны да сындырып саптым, қызық көріп. Енді кішкене ақылым кіре бастағанда, әрине, енді оны ол дыбыс қалай шығады, ол дыбысты қалай шығарады, қалай үйренуге болады деп өзім діңкілдетіп, дыңқылдатып, домбыранда, баянда сөйтіп үйренгенмін. Әсетай мен Ұлжанның отбасында Абай асыға күткен бала болатын. Тұңғышы болғасын ата-анасы барынша көңіл бөліп еркелетіп өсірген. Қарындасы Айгүл дүниеге келгесін бала Абай бауырына барынша қамқор болуға тырысыпты. Ол кішкентайынан өнерге жақын болып өсті. Көрші балалармен бірге аулада концерт қойып, ән айтып, жолдастары ән салғанда аспаппен сүйемелдеген екен. Тіпті әкесінің баянын шебер үйреніп алғаны соншалықты, мектепте музыка пәнінің мұғалімінің орнына сабақта беріпті. Абайдың мінезі кішкентайынан салмақты, көшеге шығып бір балалармен төбелесіп, бір ойнап, шаң-тозаң болып, киімін жыртып келіп, онда еш уақытта болған емес. Ол үйде отырып, өзі музыкалық аспаптарға мектеп қабырғасында жүргеннен-ақ әуес болды да, ең бірінші жасаған бие сойсақ, биенің тай тұяғын алып, тай тұяқ жасайтын, қылынан қобыз жасайтын, шертер аспабын қарынды сол кептіріп, соны өзі оқып, үйреніп, шертер аспабын жасаған. Абай Әбішев бала кезінен қыста шаңғы теуіп, хоккей ойнағанды ерекше жақсы көреді. Әлі күнге дейін қар жауса балалармен қаратысып, аққала жасап ойнағанды жаны сүйеді. Мектепте жақсы оқыған Абай 9-шы сыныпты бітіргеннен кейін Алматыдағы Петр Чайковский атындағы музыкалық колледжге оқуға түседі. Үйінен жырақта оқыған бозбала үнемі анасының дәмді тамағын, аялы алақанын сағынады. Анамыздың жасаған әр тағамы өте дәмді, бауырсағы, асқан еті, лағманы, мантысы, Жаркентте қошан деген тағам бар, ашты, тұщы, барлық тағамдарды керемет жасайды. Жаркентке шыққан кезде, ауылға шыққан кезде, арнайы телефонмен хабарласаңыз, біз шықтық, осындай тамақ жегіміз келеді деп тапсырыс береміз. Абай Әбішев бүгінде 4 қыздың әкесі. Айшолпан, Дана, Айсәуле, Жанелге үлгілі әке болуға тырысады. Оларды кішкентайынан өнерге баулып, түрлі үйірмелерге қатыстырады. Бала тәрбиесіне өз үлесін қосып, қыздарының білімді болып өсуіне ықпал етеді. Қыздарымызды әрқашанда еркелетеді. Бірінші қызымыз дүниеге келгеннен бастап, күнімен түнімен жәрдем беретін. Түнде тұратын. Күндіз 1-2 сағат ұйықтап ал, демалып ал деп өзі алып, өзі қарайтын. Жылап тұрса да ыңғайлатып, әндерін айтып, итальянша болсын, испанша болсын, қазақтың барлық классикалық әндерін айтып, сөйтіп тыныштандыратын. Баян, домбыра, саз сырнай, сыбызғы, шаң қобыз, жетіген, шертерде шебер ойнайтын Абай Әбішев тағы да басқа көне аспаптарды үйренуден жалықпайды.